Сәлем баршаңызға. Мен бүгінгі видеода ми туралы, мидың атқаратын қызметі, мидың жағдайы қиындағанда қандай себептердің туындайтыны туралы түсіргім келіп тұр. Табиғаттың баға жетпес сыйы, жер бетіндегі ең күшті де қызықты машина ол адамның миы. Оған сіз ғана иелік етесіз. Сіздің миыңыз өте күрделі және тиімді. Дүние жүзіндегі күшті деген компьютерларды алып мидың қабілетімен салыстыратын болсақ, олар мидың шаңында да жолай алмайды. Мидың бар болғандағы салмағы 1 килограмм 350 грамм. Оның құрамында 100 миллиардқа жуық клетка бар. Ол 100 миллиард нейрондар. 1000 триллион нейрондарды пайда қылу үшін олардың бәрі бірігеді. Мұның өзі галактикадағы жұлдыздардан да өте көп энергетикалық жағынан алып қарасақ. Миды өте қымбат моторға салыстырса да болады. Ғалымдардың санауы бойынша мидың жұмыс істеуіне адамның ағзаларына кететін энергияның 20-25% жұмсалады екен. Көптеген адамдардың миы тек қана 10% ғана пайдалана алады екен. Құдіретті күш миды екенін көпшілігіміз біле бермейміз. Егер сіз миды қалай іске қосу жолын үйренсеңіз, сіз бұл өмірде даналықты да іске қосасыз. Көпшілік үрей қорқыныштан мидың қолынан не келетінін көрмек түгіл ойлай алмайды. Көпшіліктің ойына келмейді. Көп жағдайда жетістік мидың дұрыс толыққанды жұмысына байланысты екенін, жаратылыстың құдіретті сыйын дұрыс пайдаланған және де мидың саулығын күткен дұрыс. Маған тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, көптеген керекті ақпарат аласыздар. Сау ми ол ойымыздың күші, шығармашылық және интеллектуалдық қабілеті. Егер миымыз сау болғанда ғана өмірдегі ләззат алып және үйлесімді өмір сүреміз. Нейрондардың үзілуі, әлсіреуі, күнделікті ұзақ мерзім теріс пікірде жүріп және стресте жүрген адамдар да болады. Түсініспеушілік азайып, солай созылмалы бола бергендіктен көпшілігіміз өкінішке орай сондықтан да ештеңе қолың бармай, ойының жар бермей жүресің. Ол нәрсе қатты ашуланғандықтан да болуы мүмкін. Негізінде стресс жинақтала келе еске сақтау қабілеті нашарлап, адамның қабілеттері нашарлай түседі. Сондықтан да уақытында мидың саулығына әрдайым көңіл бөлген дұрыс. Әйтпесе жасы келген кісілерде Альцгеймер, Паркинсон, алжу, еш нәрсеге әлі келмейтін күшті ақылды болам десең, нерв жүйесін қалпында ұстауға, күтінуге үйрену керек. Және де мидың саулығын деген нерв системасының білетін, жөндейтін элемент. Нейрон денеден және бір ұзын, бірнеше қысқа талшықтардан тұрады. Адамның миында 15-тен 33 миллиардқа дейін нейрон болады. Талшықтарының арқасында бір-бірімен байланысып, бірнеше сетка құрылып, соның бойынан нерв электр толқыны жүріп жатады. Ұзын талшықтар арқылы нерв толқындары нейрондардың денесінен өтіп, адамның ағзаларындағы бұлшық еттеріне беріліп тұрады. Мидың жұмысының нашарлау себебі: бірінші, инсульт, сотрясение мозга, черепно-мозговой травма, бастағы ісіктерге операция жасағанда. Екінші, ағзалардың аурулары, бүйрек ауруы, жұқпалы аурулар, іш өту, менингит. Үшінші, үлкею, қарылық. Адам қартайғанда көптеген ақпараттарды дұрыс қабылдамайды. Төртінші, арақ та мидың жасушаларына зиянын тигізеді. Темекі, наркота, тыныштандыратын өнімдер, антидепрессанты. Бесінші,
өмір салты, ұйқың қанбау, депрессияда жүру, басқа күшті ақпараттың салмақ салу, мидың өлген нейрондары қалпына келтіру мүмкін емес. Қалған әлсіреп тұрған тірі нейрондарды құтқарып, соларға көмек көрсетуіміз керек. Басымыздағы мидың де басқа бүкіл ағзалардай қартаю процесі жүріп жатыр. Сондықтан миға жалпы ағзаға қартаюдан тежеу біздің миымыз өмір сүріп жатқан зақымдалған нейрондармен, бірақ қызметі дұрыс атқара алмайды. Осының бәрі нерв жүйесіне салмақ түсіреді. Барлық ауру нервтен деп осыдан кейін айтады. Ертеректе адамдарды миға салмақ салмай қолмен жұмыс жасаған. Ал қазір ақпарат ғасыры, миға салмақ өте күшті. Адам негізінде жалғыз бүйрекпен де өмір сүреді, асқазанның жартысымен де. Өт жоқ болса да, даже жүректі ауыстырып, ал ауыстыруға келмейтін бірақ ағза ол ми. Сондықтан да ерте бастан салауатты өмір сүруге, дұрыс тамақтануға, дене күтіміне, миға қарау керек. Осы қауіптен құтқару үшін Apple компаниясы өзінің Brain өнімімен көмекке келді. Ағылшыннан аударғанда ми дегенді білдіреді. Мыслить всегда, әрдайым жақсы ойлау. Қазақша айтқанда брейнді, мұз кәмпиті, мидың жұмысын жолға салатын өнім. Құрамын әдейілеп жинақтап, нерв жүйесін дұрыс қалпына келтіруге, алғашқы белгілерімен күресуге, мысалы, жадын жоғалту, өзін ұмытқан, басы шаршаған, осыларды жойып, қандай жағдай болса да ақылмен жеңдіруге көмектеседі. Мұз кәмпит мидың негізгі көмекшісі болып келеді. Мидың жұмысын жақсы толқынға әкеліп, басқа жаңа ойлар келіп, туындылар тұратындай. Мұз кәмпиттің құрамындағы пайдалы жиынтықтың арқасында адамның ой өрісі өсе бастайды. Брейнді стресс кезінде, интеллектуалдық жұмыс кезінде, қысымға, экзамен сессия кездерінде, өнерлі адамдарға, мидың арқасында жаңа идея, жұмыс істеп жүрген адамдарға күнделікті пайдаланғаны жөн. 50 жастан асқанда жедел түрде бастағаны дұрыс. Бұл жастағы кісілер ойлау қабілеті нашарлап, сақтау жүйесі әлсірейтін кез. Әуелі кішкентайдан басталады. Сандарды ұмыта бастайды, даталарды. Осындай белгі басталғанда, үлкен кеселге алып келмей тұрғанда, брейнді пайдаланып, мидың жұмысын қалпына келтірейік ағайын. Брейннің 7 ерекшелігі: нейронды қалпына келтіреді, мидың толыққанды жұмыс жасауына ықпал жасайды, құрамындағы шөптер адамның жадын жақсартып, орталық нерв жүйесіне қан айналымын жақсартады, аңғарымдылықты күшейтіп, ақыл мен тапқырлыққа баулайды. Мұз кәмпиттің құрамындағы дәрумендер нерв клеткаларын қалпына келтіреді, нерв жүйесін қалпына келтіріп, әлсіздікті жояды, мидағы протеиннің синтездеу күшін жылдамдатады. Брейннің құрамы 13 түрлі жеміс-жидектен тұрады. Соның негізгі 4-5 түрін айта кетейін. Элеутерокок ағзаға керемет күш береді де, өмірге деген күш қуатын қайтарады. Ақыл есінің жұмысын күшейтеді, стресске қарсылықты күшейтеді, адамның қатты қалжырауынан сақтайды. Гинко билоба мықты антидепрессант, миға кислород пен глюкозаның сіңіруіне қызметі зор. Өсімдік адамның санасының жұмысын күшейтеді, ақыл есін жақсартады, күнделікті белсенді жұмыс қабілетін күшейтеді. Шөп бакопа мания мидың жұмысын реттеп, жадын күшейтеді, памятін
сақтау, ойлау қызметін күшейтіп, мидың қоректендіреді. Төртінші, кофе сөйлеу қабілетін, ойда сақтау жылдамдық, шеде аңғарымдық қабілетін күшейтеді. Мидың қызметін күшейте отырып, оның жинақтап, ақылмен жеңуді. Антоцианы элемент черника жидегінде болады. Мидың сақтау қызметін күшейтіп, есіне түсіру толыққанды зейінмен әрекет жасауына ықпалы күшті. Дәрежесін көтеріп, Альцгеймерге қарсы алдын алу шартын орындайды. Осы видеоны аяғына көргендеріңізге рахмет. Аяғына дейін маған тіркелмегендеріңіз маған тіркеліп қойыңыздар, лайк басып. Келесі шыққан видеоларымды алғашқы болып көру үшін тыңдағандарыңызға рахмет.